Ассалаумалейкум, корзина тоқимыз. Ол үшін бізге дөңгелек тақтайша 5-6 номерлі ілгек 2 моток жіп қажет. Бисмиллах деп бастаймыз. Ол үшін номері 5 ілгекті тақтайшаның тесік бөліктеріне өткізіп, негізгі жіпті іліп ала отырып, видеода көрсетілгендей етіп 2 қатар тоқимыз. Сосын барып, узорды қалай саламыз, соны үйренетін боласыздар. Ал енді үшінші қатарда өрнек салып бастаймыз. Ол үшін мұқият қараңыздар. Алғашқы галочканы қалдырып, екіншісінен ілгекті өткізіп, сол тұстан үлкен-үлкен 2 галочка шығарамыз. Бірінші галочка, дәл сол тұстан қайтадан кіргізіп, екінші галочканы шығарамыз. Аралықта төменгі қатардан 1 галочканы тастаймыз. Және содан кейінгісінен қайтадан үлкен 2 галочка шығарып тоқимыз. Яғни, әрбір қатарда осылай астыңғы жағынан 1 галочка қалдырып, екінші галочкадан үлкен 2 галочка шығару арқылы тоқып, қатарды аяқтаймыз. Әрбір қатардың аяқталып, бір-бірімен бірігетін жерін мұқият қараңыздар. Себебі әр қатар әр түрлі бір-біріне біріктіріледі. Мұқият болыңыздар. Төртінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Ол үшін зейін салып қарауларыңызды сұраймын. Үлкен 2 галочканың біріншісін қалдырып, екіншісінен, мінекей көрсетіп тұр, екіншісінен астыңғы галочка мен үлкен галочканың ортасына ілгекті кіргізе отырып,
осы тұстан 2 галочка шығарамыз. 1, 2. Келесіде тап солай. Астыңғы қатардағы үлкен 2 галочканың екіншісінен ілгекті кіргізе отырып, 2 галочкадан шығарамыз. Әр қатар осылай тоқылатын болады. Бесінші қатардан бастап мен сары түсті жіпті пайдаландым. Видеода көрсетілгендей етіп, екі жіпті бір-біріне байланыстырып байлап алдық, және де оны тоқу барысында осы тоқылатын бөліктердің арасына біріктіріп тоқып жіберіңіздер. Астыңғы қатардағы үлкен 2 галочканың екіншісінен ілгекті кіргізе отырып, сол тұстан 2 галочка шығару арқылы тоқимыз. Барлық қатарда да осы тоқу әдісі корзинкені тоқып біткенге шейін қолданылады. Енді тағы ескертетін жайт, осы сары түсті жіптен мен 4 қатар тоқимын. Және аяқтайтын кезде тағы да 2 қатар қызыл түсті жіппен тоқып аяқтаймын. Мінекей сары түсті жіппен 4 қатар тоқып алдым. Қарап отырсаңыздар, мынау галочкалар қиғашынан кетіп бара жатыр. Осылай әдемі бұл өрнектер қалыптасуы қажет. Тоқу барысында осы корзинкенің формасын, яғни дөңгеленіп келіп бас жағы кішірейеді. Сондықтан қолмен аралықты дөңгелентіп, майыстырып алсаңыздар болады.
қызыл түсті жіппен соңғы 2 қатарды тоқып алдық. Енді әрі қарай бекіту тігісін жүргіземіз. Бұл бекіту тігісін видеода көрсетілгендей етіп мұқият тартып отырып тоқыңыздар. Сол кезде корзинкенің бас жағы астыңғысына жанына қараған кезде кішірек болып, әдемі болып шығады. Яғни міне ілгектің бойындағы негізгі жіптен өткізілген бөліктегі жіпті соның бойынан өткізу арқылы тоқимыз. Бұл бізде бекітпе тігісі деп аталады. Бекітпе тігісін аяқтадық. Енді ол қатарды бір-біріне жалғаймыз. Ол үшін қажетті мөлшерде жіпті қиып аламыз да оны тартып шығарамыз. Және бастапқы қатардағы жанынан қарағандағы міне бірінші галочкадан ілгекті өткізіп, негізгі жіпті тартып шығарамыз да аяқтаушы қатардағы осы негізгі жіп шығып тұрған бөлікке ілгекті кіргіземіз және де негізгі жіпті содан тартып шығарамыз. Артық қалған бөлікті картинкенің бетіндегі тоқылған бөліктердің арасынан сөгілместей етіп байлап білдірмей өткізіп қоямыз. Осымен біздің корзинкеміз дайын, әдемі болып шықты. Сіздерге сәттілік тілеймін.